Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Арнайы пән оқытушысы Медерова Асият Сәрсенбек қызы боламын. Информатика пәні бойынша сабағымыздың тақырыбы веб-жобалау, HTML веб-сайттарын құру. 21 ғасыр ақпараттық технологиялар ғасыры. Ақпараттану адам өміріне бір бөлігіне айналды. Әсіресе адамның интеллектуалды өмір ортасында білім жинау, тарату және қолдану әсері орасан. Бүгінгі таңда шығармашылық жұмыстың қорытындысы әрқашан жаңа білім, жаңа ақпарат, ал осы ақпаратты таратудың ең жеңіл әдісі интернетте жариялау болып табылады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты веб-беттерді құру жолдары, веб-сайттарды тестілеу, жариялау және сілтемелеу. Веб-бет дегеніміз желідегі барлық ақпаратты сақтайтын құжат. Веб-бет кішігірім мәтін не үлкен мәтіннің бір бөлігі. Интернет-технологиялар төмендегі жолдармен дамып келе жатыр. Веб-технологиялар, сайт жасау экономикасы, веб-дизайн және веб-программалау маркетингі, адам ресурстары және тағы басқа. Сайтты жасау кезеңдері. Сайтты жасақтау жұмысы бірнеше кезеңнен тұрады. Жоспарлау, элементтерді жасақтау, бағдарламалау, тестілеу, жариялау, жарнамалау, бақылау. Жоспарлау кезеңінде төменгі мәселелер шешілуі керек. Бірінші, сайттың орны. Екінші, сайттың аудиториясы кімдер? Үшінші, сайттың ақпараттық жарияланады. Төртінші, қолданушылар мен қарым-қатынас қандай түрде ұйымдастырылады. Келесі кезеңіміз элементтерді жасақтау кезінде сайттың программалық өнім түрінде жүзеге асырылуы қарастырылады. Бірінші, навигациялық құрылым жасау. Екінші, беттің дизайнын жасау. Үшінші, бетті толтыру үшін мәтіндік және бейне ақпаратты әзірлеу. Келесі, бағдарламалау кезеңі. Бұл кезеңнің мәні сайтты форматтауда. Тестілеу кезеңі. Сайт жасаудың негізгі кезеңдерінің бірі тестілеу. Тестілеу кезеңінде сайттың жұмысын істеу дұрыстылығы тексеріледі. Оның ішінде бірінші, сілтеменің жұмысы, екінші, мәтіндегі кестелер, үшінші, навигациялық тиімділігі, төртінші, почта және басқа формалардың дұрыстығы, бесінші, графикалық файлдардың ашылуы, соңғысы әртүрлі браузерлерде сайттық жұмысы. Жариялау. Тест аяқталғаннан кейін веб-сайт серверде жарияланады және қайтадан тексеріледі. Жарнамалау. Веб қоғамдастығына жаңадан жарияланған сайт туралы белгілі болу үшін сайттың адресін және ол жердегі материал туралы хабарлау керек. Осы мақсатқа жету үшін келесі мүмкіндіктерді пайдалануға болады. Веб-сайттың адресін әртүрлі баспаларға жазу керек. Веб-сайтты әртүрлі серверлерде тіркеу. Веб-сайтқа сілтемелерді басқа веб-сайттарға кіргізу. Баннерлерді жарнама ретінде қолдану. Бақылау. Веб-сайтта жариялап жарнамаланған соң, оған қатысу деңгейі оның беттерінде орналастырылған ақпараттық қажеттілігімен, жаңалығымен және көкелестігімен анықталады. Веб-сайт имиджін сақтау үшін ол жердегі ақпаратты әрдайым жаңартып тұру керек. Программалық жабдықтау. Программалық жабдықтау HTML құжаттарында жасақтау және өңдеу үшін кез келген қарапайым мәтіндік редактор жүктеледі. Мысалы, блокнот. Көп дизайнерлердің ойы бойынша таза сілтемелер мен тілін қолмен жазған дұрыс. Бірақ көп уақытта қолмен жазған қолданылмайды. Себебі қолмен жазған автордан көп білімді және практикалық тәжірибені талап етеді. Практикада әдетте веб-сайт жасауда HTML редакторы пайдаланылады. Оларды екі топқа бөлінеді. Бірінші, үлкен топтың веб-сайт жасау программалары HTML тілінің негізінде жұмыс істейді. Осындай программалар орта және үлкен сайттарды даярлау уақытын қысқартады және даярлау кезеңдерін тиімділігін көтеріледі. Арнайы HTML редакторының жұмысы жеңілдетіліп және тездететін қосымша мүмкіндіктері көп. Бұл топқа төмендегі программалар кіреді. HTML редактор, Magic HTML Studio, Macromedia, Dreamweaver.
Ал енді білім алушылар, сіздерге HTML кодтары арқылы парақшамызды ашуды ұсынамын. Енді файлды құру үшін мәтіндік редактор блокнотты қолданамыз. Блокнот бағдарламасын ашып, парақшамызды құруды бастаймыз. Ең алдымен тектер кіші символдан басталып, үлкен символдан аяқталады. Бұл тектер жұбы бұрыштық жақшалар деп те аталады. Ең бірінші тег HTML. Бұл тегтер браузерге HTML құжаты екенін хабарлайды. Екінші тег head. Бұл тег құжат жайлы мәліметтерді көрсетеді. Үшінші тег. Мұнда құжаттарды арнайы тақырып орналасады. Өздеріңіз қалаған тақырыпты жазасыздар. Title. Үшінші тегіміз. Менің жеке парағым деп қойдым. Тақырыптың аты. Title тегін жабамыз, сызықша қою арқылы. Төртінші тег body. Мұнда негізгі мәтін енгізіледі. Келесі H2 тегі тақырып дегенді көрсетеді. Бұл жерде мен өзімнің тақырыбымды жазамын. Сәлем. Келесі H2 тегін жабамын. Ал мұнда тек абзацты көрсетеді. Келесі тегіміз P деген. Абзацқа кез келген сөзімізді жазсақ болады. Мен парақшама қош келдіңіздер. Мен парақшама қош келдіңіздер деп тектерімізді жабамыз. Бірінші body тегін жабамыз. HTML тегімен аяқтаймыз. Келесі файл батырмасын басып, құжаттарымыздың атын жазамыз. Сайт текст. Текстің орнына HTML кеңейтілімін қоямыз. OTF8 кодировкасын таңдап қоямыз. Сохранить батырмасын басамыз, жұмыс үстелінде сақтаймыз. Сақталған файл сіздің компьютеріңізде орналасқан браузер жарылғына байланысты ашылады. Осымен жаңа парақшамыз ашылды. Менің жеке парағым сілтемесі көрсетіліп тұр. Сәлем, менің парақшама қош келдіңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы. HTML тектері арқылы мәтіндік редактор блокнот бағдарламасын қолданып веб парақша құрамыз. Номері бірінші тапсырманы орындаймыз. Үй тапсырмасы түсінікті болса, сау болыңыздар.